Рахмет. Өзіңіз білесіз, жігіт бір қызды ұнатып қалған жағдайда көбінесе оған сөз салып, сезімін білдіріп жатады. Соңында ұнатқан қызын айттырып, құда түсіп отбасын құрады. Енді осы мәселе шариғат тұрғысынан қалай қарастырылған? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалыңдық айтырып құда түсуге саятын дүниені шариғатта хитба дейді. Бір қызды айттырмас бұрын жігіт мына кеңестерді ескерген жөн. Біріншісі, исламда үйленгісі келген жігіт болашақ жарын алдымен көргені дұрыс. Өйткені өзара ұнату маңызды. Ұнатқандығын не ұнатпағандығын білудің бастапқы жолы бірін-бірі көру екендігі сөзсіз. Алланың елшісі бірнеше хадисінде айттырғысы келген қызды алдымен көруді кеңес етеді. Бірде сахаба Әл-Муғира пайғамбарымызға әлде бір әйелді айттырғанын хабардар етеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны көру араларыңды нықтай түседі деген. Екінші маңыз аударатын нәрсені айтар болсақ, сөз салып айттырғысы келген қызы өзгенің қалыңдығы болмауы шарт. Яғни өзгенің сөз байласып үйленуге уағдаласқан қызы болмауы шарт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Сахих Бухариде келген бір хадисінде ешкім өзінің дін бауырының қалыңдығын айттырмасын. Бірақ егер байласқан сөзін бұзған болса, немесе өзі рұқсат берген болса, ол басқа деген. Хадисте айтылғандай, егер жігіттің өзі рұқсат берген болса, яғни қыздың алдыңғы жігіті өзі рұқсат берген болса, немесе қыз бен жігіт өзара уәделерін бұзған болса, ол жағдайда өзге жігіттің әлгі қызға сөз салудың ешбір ағаттығы жоқ. Сондай-ақ қандай да бір жігіт бір қызға сөз салғанымен, ол қыз жағынан онда жауап берілмеген болса да, осы қызға басқа бір жігіттің сөз салуына да болады. Алдыңғы жігіттің жауапсыз ұсынысы кедергі емес. Назар аударатын үшінші маңызды нәрсе, айттырғысы келген сөз салып үйлену ұсынысын білдіргісі келген болашақ жары ажырасқан болса, ол ажырасқаннан кейінгі иддет мерзімін күтіп отырған болмау керек. Яғни ажырасқаннан кейін белгілі бір уақыт әйел кісі күтеді, оны иддет дейді. Иддет мерзімі дегеніміз ажырасқан әйел ажырасқаннан кейін 3 етеккір уақытты күтеді. Күту уақыты біткенше өзге бір жігіттің ол әйелге сөз салуына болмайды. Себебі әлі ерлі зайыптылық құқығы толығымен жойылмаған әйел кісіге өзгенің сөз салуы әбестік. Әуелгі еріне көрсеткен құрметсіздік деп атауға болады. Мұндай әрекеттер қоғамда ұрыс керіс тудырып, адамдар арасында дұшпандық пайда болады. Ал жесір әйелдің күтетін мезгілі 4 ай 10 күн. Осы уақыт ішінде оған үйлену ұсынысын ашық түрде тікелей білдіруіне болмағанымен ниетін астарлап жеткізуге рұқсат. Жақсы, рахмет Абдусамат Қасым мырза. Келесі сауал, сөз арасын айтып өттіңіз ғой. Бір қызды айттырғысы келген жігіт бірінші оны көруі тиіс деп. Осы қызды көру мәселесін тарқатып айтып берсеңіз. Болашақ үйленгісі келген қыз бен жігіт бір-бірін ұнатулары, бір-біріне көңілдері тартуы маңызды. Енді бір кісінің ұнаған не ұнамағандығын білудің басты жолы оны көру екендігін, бір-бірін кездесу керек екендігін сөз барысында айтып өттік. Дегенмен қыз бен жігіттің кездесу барысында шариғи тұрғыда реттелген кейбір талаптар мен шарттары бар. Осы талаптар мен шарттарды назардан тыс қалдырмауы ләзім. Атап айтсақ, бір қызды көргісі келіп, онымен жолыққысы келетін жігіттің үйлену ниеті болуы тиіс. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде кімде-кім бір қызды айттырғысы келсе, оған мұқият қарауына рұқсат. Егер әрине шынымен де айттыру мақсатында болса, қыздың оны көргендігін білуі шарт емес дей отырып, қызды тек айттыру мақсатымен көре алатындығын осы жерден баса айтып кеткен. Қыз бен жігіт кездескен кезде жігіт қыздың жүзіне, білезікке дейін қолына қарауына рұқсат. Себебі шариғат бойынша арада неке болмағандықтан қыздың жүзі мен білезікке дейін қолынан тыс жерлер жабық болуы шарт. Сондай-ақ арада неке болмағандықтан қыз бен жігіт кездескен уақытта қол ұстасу, құшақтасу сияқты дінімізде тыйым салынған әрекеттерге бармауы тиіс. Айтып кететін тағы маңызды нәрсе, қыз бен жігіт кездесетін кезде оңаша қалмауға аса маңыз аудару керек. Оңаша кездесе қалған жағдайда қыз жалғыз емес, қыздың қасында міндеттерде туысының бірі болу керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір сөзінде ер кісі өзіне бөтен әйелмен оңаша қалмасын, сөзсіз үшіншісі шайтан болады. Бірақ қыздың туысын серік қылса, ол басқа деген. Сондай-ақ оңаша қалмайтын көпшілік орындарында кездесулеріне болады. Әйтсе де бұл кезде де қыздың жанында жақын адамы болғаны абзал. Қыз бен жігіт өз таңдауына іштей толығымен сенімді болу үшін бірнеше рет көрісулеріне рұқсат. Кейде жігіт айттырғысы келген қызбен тікелей кездеспей, әуелі қызды сырттай бақылап жатады. Бұған да шариғатымыз рұқсат береді. Өйткені пайғамбарымыздың бір хадисінде қызды оны көргендігін білуі шарт емес деген. Енді осы хадистен шығатыны айттырғысы келген қызды сыртынан бақылауға болатындығын байқаймыз. Кей кездерде қызды әуелі сырттай көрудің өзіндік пайдасы жоқ емес.
Өйткені жігіт ұнатпаған жағдайда қыздың көңіліне қаяу түспеуіне септігін тигізеді. Әбек ана сөз арасын айтып өттіңіз ғой, мына екі жастың бір-бірін ұнатуы керек деп. Алайда кейде мынандай жағдайлар орын алып жатады. Мәселен, кейде жігіт ұнатқан қызына Алла разылығы үшін маған тұрмысқа шықшы десе, ол қыз ұнатпаса да ұсынысын қабылдау шарт па? Шариғатта неке өзара ризалық және келісіммен жүзеге асады. Ризалық пен келісім іштегі ұнату сезімінің көрінісі. Сондықтан жігітті ұнатпаған жағдайда оның ұсынысын қабылдамауына қыз толықтай құқылы. Алла разылығы үшін деген сөзі ол жігітпен некелесуді міндеттемейді. Жақсы, рахмет. Осы орайда тағы бір айта кететін мәселе, қазақта қыз бен жігіт атастыру деген салт бар. Егер осындай жолмен атастырылып жатса, кейін өсе келе атастырылған қыз бен жігіт міндетті түрде үйленулері тиіс пе? Бұл туралы не дейсіз? Мұндай келісім ұл мен қыздың жас шағында, тіпті бесіктегі кезінде жасала берген. Бұл екі жастың берік отбасын құруын мақсат етуден туындаған салт. Бірақ атастырылған қыз бен жігіт міндетті түрде үйленсін деген сөз емес. Шариғатта екі жастың ризалығы мен келісімі некелесудің басты шарт екендігін біз айтып өттік. Сондықтан да атастырылған екі жас үйленетін шаққа жеткенде өз қалауынша шешім қабылдайды. Қаласа үйленеді, қаламаса үйленбейді. Сахи Муслим атты хадис жинағында келген пайғамбарымыздың бір сөзінде қыздың рұқсаты болмай некелемейді деді.